Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мен есімім Гүлфия Ерболқызы. Осы YouTube каналды жүргіземін, осы YouTube каналдың авторымын. Бүгін осы видеоны сіздерге рахмет айту үшін, алғыс айту үшін жазып отырмын. Сіздердің арқаларыңызда осы жақында мен YouTube каналымда 100 мың оқырман болды. 100 мың оқырман болған үшін YouTube маған осындай күміс кнопка берді. Яғни осындай күміс кнопка алдым. Сіздерге көп рахмет, алғысымды білдіремін. Себебі сіздер болмасаңыздар, маған бұл күміс кнопканы YouTube бермейтін еді. Енді бұл жерде барлығы тек оқырман санында ғана емес, ең бастысы сіздерге көп рахметімді, жаңағы мен рецепттерімді көргендеріңіз үшін, рецепттерімді үнемі қайталап жасайтындарыңыз үшін, үнемі жақсы хат жазатындарыңыз үшін рахмет айтамын. Енді осы YouTube каналды жүргізу, үнемі видеолар түсіру, ол үлкен еңбек. Мені негізі осы YouTube канал жүргізетін, видео түсіретін адамдар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Жаңағы рецепттер түсіру, оны халыққа түсініктетіп жеткізу, оны барлық үлкен еңбек және уақытты қажет етеді. Уақыт демекші, мен осы YouTube каналды 2 жыл бұрын бастағанмын. Міне 2 жылдай уақыт өтіпті. Сол 2 жылда 200-ден аса видеомен бөлістім. Ең басында мен осы декретте отырған кезде бастағам YouTube каналдағы видеолар түсіруді. Ол кезде енді бір сапасыз видеолар болатын, бірақ барлығы тәжірибемен келді. Қазір енді видеоларым сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Енді өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Мен негізі Алматы облысының тумасымын. Алматы облысында туылып, өстім, тұрмысқа шықтым. Кейін ана болып, сол декретте отырған кезде немен айналыссам екен деп, негізі декреттік өмір деген жаңағы әйел адамдар үшін үлкен бір мүмкіндіктер береді ғой. Әйел адам іздене бастайды. Мен де ізденіп, осы YouTube-қа келген болатынмын. Міне 2 жылдай уақыттың, еңбектің арқасында осындай нәтижеге қол жеткізіп отырмын. Бұл енді әрине жай ғана осындай кнопка. Мүмкін мені көріп отырған кейбір адамдарға бұл жай ғана бір кнопка сияқты көрінетін шығар. Бірақ енді бұл шыны керек үлкен еңбектің нәтижесі деп айта аламын. Осы кнопка 2-3 жеті бұрын келген, бірден видео жазамын деп уақыт зымырап өтіп кетті. Бүгін ыңғай түсіп отыр екен. Сондықтан енді ештен кеш жақсы демекші, бүгін түсіріп отырмын. Көп рахмет сіздерге. Енді мені бұл видеоны тек қана оқырмандарым ғана емес, жаңағы мен сияқты YouTube канал жүргізетін, түрлі видеолар салып жүрген авторлар, ютуберлер көреді. Сол кісілерге айтарым, достар, тоқтамаңыздар. Ең бастысы видеоларыңызды жүктеп, жан-жақты ізденіп, білім алып, YouTube каналдарыңызды дамыта беріңіздер. Енді YouTube каналы арқылы көп адам білмейтін шығар, жаңағы ақша төлейді YouTube. Яғни ақша төлейді YouTube жаңағы видеоның қаралымына байланысты. Сондықтан айтып отырмын, мысалы авторлар көбінесе сол ақша тапқанға дейін жете алмай, көптеген жаңағы авторлар, ютуберлер видеоны түсіруді тоқтатып тастап кетеді. Сондай жағдай болмас үшін айтып отырмын, тоқтамаңыздар. Ең басы өздеріңізге ұнайтын сала бойынша видеоны түсіріп, YouTube-қа жүктей беріңіздер. Бір күні сіздерде жаңағы табыс табатын боласыздар, осындай күміс кнопка алатын боласыздар, өздеріңіздің оқырмандарыңыз болады, өте көп жақсы хаттар келетін болады. Сондықтан сондай жақсы ойлар үшін, сондай армандар үшін ешқашан YouTube-ты тоқтатпаңыздар. Ал сіздерге көп рахмет, менімен бірге болыңыздар, әлі де үнемі жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. YouTube каналын жүргізе беремін ары қарай. Бұйыртса енді еңбектену арқылы алтын кнопкаға дейін жетейін деп ойлап тұрмын. Сіздердің арқаларыңызда мүмкін алтын кнопкаға да жету мүмкін. Сондықтан ең бастысы еңбек. Ең бастысы еңбек ету керек, тоқтамау керек. Сондықтан көп рахмет, алғысым жеткізем. Менімен бірге болғандарыңыз үшін ризамын сіздерге, қуаныштымын. Рахмет сіздерге.